Этноауылдағы көңіл күй қалай? Атмосфера қалай? Әріптестер, қайырлы таң қымбатты көрермен, дүниежүзі көз тіккен көшпенділер ойыны кіл-мықтыны сарапқа салатын сайыстармен шектелмейді. Қонақ жайлығымызды паш етіп, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу үшін елордада 5 бірдей этноауыл ашылды. Олардың ең үлкені Қазанат ипподромында орналасса, қалғаны Ататүрік паркі, Бәйтерек монументі, Қазақ елі монументі және орталық саябақта орналасқан. Біз дәл қазір әдемі көрініс беріп тұрған Ақшаңқан киіз үйлер орналасқан Қазақ елі монументінің жанындамыз. Енді Салтанат ханым, айтып өтіңізші, дәл осындай керемет алаңдарда қала тұрғындары мен қонақтарын қандай мәдени іс-шаралар күтіп тұр? Қайырлы таң. Ертең бізде Қазақ елі монументтің қасында түркі әлемі атты арнайы көшпенді дүниежүзілік ойындарына арналған мәдени іс-шарамыз өтеді. Ол біздің Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияның ұсынуымен болады. Сонымен қатар сол күні ертең бізде Ататүрік саябағында театр жастар өнер көрсететін болады. Одан кейін 12 қыркүйек бізде 11 қыркүйек бізде Бәйтерек монументі алаңында Талбестен жербесікке атты мәдени іс-шара өтеді. Сонымен қатар орталық саябақта Наз би театры өзінің өнерін көрсететін болады. Жалпы осы мәдени іс-шаралар 14 қыркүйекпен аяқталады. 14 қыркүйекте аталған қаланың барлық мәдени іс-шаралар өтеді. Этноауылдарда ол бізде осы Қазақ елі монументінде, сонымен қатар орталық саябақта және Бәйтерек монумент алаңында, сонымен қатар Ататүрік саябағында өтетін болады. Жалпы бұл мәдени іс-шаралар біздің мәдениет басқармасына қарасты мәдени мекемелерінің шығармашылық ұжымдары, солистері, сонымен қатар отандық эстрада жұлдыздары өнер көрсететін болады. Қанша адам өнер көрсетеді әрбір этноауылда? Жалпы бізде өнер ұжымдары мәдени мекемелеріне қарасты 3000-дай болса, соның барлығы 5600-дей мәдени іс-шаралар ұйымдастырылады. Өнер көрсететін болады. Өнер адамдары. Иә, өнер адамдары. Керемет, қымбатты көрермен, енді әр этноауылда дәл өздеріңіз көргендей кәдесыйлар сатылымда және де фото аймақтарда суретке түсуіңізге болады. Сонымен қатар көшпенділер ойындарына арналған картиналарды да сіз сатып ала аласыз. Және де біз дәл қазір Салтанат ханымнан сұрағымыз келіп тұр. Қазақстан Республикасы этно-дизайнерлер қоғамдық бірлестігінің өкілі дәл осы шараларға қалай атсалысып жатыр? Жалпы біздің одақтың бірлестіктің құрамында 2000-ға жуық қолөнер шеберлері бар. Қазіргі таңда осы Астана қаласы Алматы ауданының әкімдігінің қолдауымен бізге осындай арнайы киіз үйлер берілген. Осында біздің кәсіби шеберлеріміз, яғни атадан балаға мұра болып келе жатқан қолөнерді дәріптеуші ағаларымыз, апаларымыз өздерінің қазақтың ұлттық қолөнерлерін насихаттап, арнайы мастер-класстар ұйымдастырады. Әрине, мастер-класстар ұйымдастырып, жаңа зергерлік, ши тоқу, ағаш, термен ұмыт болып бара жатқан осындай өзіміздің қолөнерімізді дәріптеп, насихаттап жатқан жайы бар. Қазіргі таңда қазір міне өздеріңіз куә болып тұрсыздар. Басқұрт оқудан Гүлнар апайымыз, яғни біздің одақтың мүшесі, өзінің қала тұрғындарына және де шетелдік қонақтарға осындай шеберлік сыныптарды көрсетіп жатыр. Керемет, тамаша. Енді біз киіз үйді де көріп өтейікші, бұл жерде нағыз шеберлердің қолөнер бұйымдары. Ой, мінекей, керемет. Қазақтың өзінің ұлттық қолөнерінен, өз қолынан шыққан ағаларымыздың жұмыстары шетелдік қонақтарды қазір таңғалдырып жатыр. Яғни қазақтың мәдениетін барынша біз көрсетуге тырысып жатырмыз. Олар өте қызығушылықпен біздің шеберлердің жұмыстарын өздеріне кәдесый ретінде алып кетіп жатыр. Жиі сатып алып жатыр. Бұл деген үлкен мүмкіндік деп осы Астана қаласының әкімдігіне, мәдениет басқармаларына үлкен алғысымызды айтамыз. Енді шетелден келген қонақтар қандай қолөнер бұйымдарына ерекше қызығушылық танытып жатыр? Немесе мастер-класстарға ерекше қатысып жатыр? Шеберлік сыныптарды қызығушылықпен өздері жасап көріп таңғалып жатыр. Оның ішінде жасалған бұйымдардан зергерлік бұйымдарды өздері өте қызығушылықпен сатып алып жатыр. Зергерлік, ағашпен жасалған қазақтың өзінің ұлттық қолөнеріне өте қызығушылық жоғары. Мысалы, Америкадан келген шетелдік кеше бірнеше тақияларымызды, зергерлік бұйымдарымызды алып кеткен. Бұл өте біз үшін мақтаныш, әрине, өте мақтаныш, және де бұл мүмкіндік бізге тудырып отырған. Сондықтан өте қуаныштымыз, осындай іс-шаралар жиі орын алса деген.
ниетіміз бар. Қымбатты көрермен, елорда тұрғындары мен қонақтары, ойын қатысушылар үшін барлық этно ауылдарға кіру тегін, ал спортшылар спорт нысандарына, жарыс алаңдарына бару үшін арнайы автобустарға отырғызылады. Сонымен қатар, дәл осындай маңызды, еліміз үшін маңызды шарада қоғамдық көліктерде тоқтатылмайды, керісінше жанкүйерлер үшін арнайы такси қызметі жұмыс істейді. Сонымен қатар, әр күні сағат 8-ден кешкі 9-ға дейін экспо алаңы, республикалық бас мешіт және де Астана Арена стадионынан автобустар жанкүйерлерді спорттық нысандарға тегін тасымалдайды. Және өз көліктерімен ол жерге кіре алмайтындарыңызды да ескертіп өтейін. Олай болса, осындай керемет шарадан қорқа алмаңыздар, қапы қалмаңыздар. Әріптестер, сөз тізгіні өздеріңізде.